Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ сникерс тортын дайындаймыз. Ол үшін алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Өте мұқият болу керек, бірде-бір сарысы тамып кетпеуі керек. Және миксеріміздің ыдысы тап-таза, бірде-бір судың тамшысы, майдың тамшысы болмауы керек. Ақуызымызды миксердің орташа жылдамдығында араластырып бастаймыз көпіргенше. Кішкене көпіріп бастаған кезде қант қосамыз. Қантты жайменде отырып қосып, ағарғанша өз қалпын ұстайтын масса болғанша араластырамыз. Міне осындай өз қалпын ұстайтын масса болу керек. Миксерді бұлай төңкергенде ағып кетпеуі керек. Енді ақуызымызды басқа ыдысқа салып аламыз. Миксердің ыдысына жұмыртқаның сарысын қосып, қалған қантты қосып, екеуін жақсылап ағарғанша араластырамыз. Оған дейін какаоға ыстық қайнап тұрған су қосып араластырамыз. Сұйық май қосып араластырып қоямыз. Жұмыртқаның сарысы ағарғаннан кейін жаңағы дайындап қойған массамызды миксердің ең жай жылдамдығына құйып араластырып аламыз. Енді ұн мен разрыхлительді қосып араластырамыз. Жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Енді осы массамызға ақуызымызды 3 бөліп саламыз. Әр салғанда жақсылап төменнен жоғарыға қарай араластырып отырып, басып алмай араластыруымыз керек. Дайын болған массамызды алдын ала дайындап қойған 22 диаметрлік формаға 2 бөліп құямыз. 170 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Ал егер сіз бір формаға құйып пісіретін болсаңыз, 1 сағат пісіресіз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін вареный сгущенкаға қуырылған арахисті қосып араластырып аламыз. Вареный сгущенканың ең жақсы сапалы түрін таңдаңыз. Немесе карамель жасауыңызға да болады. Кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, қант, сливки қажет болады. Алдымен творожный сыр мен қантты бірге араластырып аламыз. Творожный сыр мен қантымыз араласып болғаннан кейін сливкиді құйып, тағы бір араластырып аламыз. Крем болғанша араластырамыз. Креміміз дайын. Біздің бисквитіміз пісіп, суып тұр. Енді пышақтың көмегімен осылай формасынан ажыратып аламыз. Кішкене бетін кесіп аламыз, көтеріліп тұрған жерін. 2-ге бөлеміз әр коржды, сонда 4 корж болады. Егер сіз бір ыдысқа пісірген болсаңыз, 3-ге бөлесіз. Тортымызды жинаймыз. Мен кондитерлік мешокқа салып қойдым кремді. Енді осындай формада жинаймыз. Алдымен коржымызды қойып аламыз, кремімізді жағамыз, начинкасын саламыз ортасына. Солай тортымызды жинап шығамыз. Тортымызды жинап болған соң холодильникке 4-5 сағатқа жібереміз, немесе бір түнге қойсаңыздар болады.
Енді ганашын дайындаймыз. Ол үшін шоколад пен сұйық май және туралған арахис қажет болады. Микроволновкада ертіп аламыз, шоколадты араластырып қоямыз. Тортымыз бір түн холодильникте тұрды. Енді осылай формасынан шығарып аламыз пышақтың көмегімен. Жан-жағын тегістеп шпательмен. Подложкадан пышақтың көмегімен тортты алып аламыз. Ганашын құямыз. Ганаш суығаннан кейін құю керек, әйтпесе барлық ганаш ағып кетеді. Жақсылап жан-жағына құйып шығамыз. Ганашты құйып болғаннан кейін подложканың үстіне тортты қайтадан қоямыз. Осымен тортымыз дайын. Тортымыз өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.